бір экспресс автобусында келе жатырмын. Номері 887. Мінекей бүгін 9-шы ақпан. Кондуктор оплачиваем проезд деп тек қана орыс тілінде хабарлап жатыр. Мен ескерту жасап едім. Русский никто не отменял дейді. Қазақ тілін неге алып тастадыңыз дегенде жауап бермеді. Қазақтар отыр, оларға тілі керек жоқ, бізде керекуде сондай намыстары жоқ бір байғыз бейшара қазақтар. Ешкім ауыздарын да ашпайды. Мінекей Ысқақов жолатпай отыр. Ысқақов, мен жайдан жай тұрған жоқпын. Ысқақов жолатпайды қазақ тілін. Жолақыңызды төлеңіз деген сөзді әдейі жаттатпай отыр. Қарсылық жасап отыр кондукторлар. Сондай жағдай бізде. Қазір мен кондуктордың түрін түсіріп алам. Мен жанынан өтуін күтіп тұрмын. Өкінішке орай өтіп жатқан жоқ. Бірақ та мен қазір өзім түсемін. Жолшыбай түсіріп аларым. Осындай масқара бізде. Ысқақов 2 жыл отыр, 2 жыл қазақтың жолатпай отыр. Керекуге. Мынау Панченко деген шовинистің автопарк, автокомбинат. ТО Павлодарский автокомбинат, солай аталады, жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Кондуктор, қайда кеттің? Кондуктор тығылып қалыпты. Қазақша хабарламайды. Кондуктор, қазақша хабарлаңыз. Не надо меня снимать. Қазақша айтыңыз. Қазақша айтыңыз. Выходите, ваша остановка. Мінекей, көрдіңіздер. Мінекей, орысша сөйлеген естідіңіздер ғой. Мінекей Ысқақовтың істеп отырған.